Қазақмыстың 2011 жылы іске қосылған өз таланттарын дамыту жөніндегі корпоративтік бағдарламасына биыл өзгерістер енгізілді. Биылғы жылдан бастап операциялық және стратегиялық деп аталатын екі түрлі кадрлық резерв жасалмақ. Жобаға қатысатын Қазақмыс тобы қызметкерлері 4 сатылы іріктеу арқылы таңдалып алынды. Биылғы жылы біз мүлдем басқаша тәсілдерді қолданып отырмыз. Бірінші кезекте корпорацияға қажетті негізгі лауазымдарды, кадрлық резервті талап етіп отырған қызмет түрлерін нақтыладық. Бұл жерде стратегиялық кадрлер резерві мен операциялық кадрлер резерві деп аталатын қос бағыт туралы әңгіме болып отыр. Бағалау орталығында жүргізілген жұмыс барысында үміткерлер бірқатар жеке және топтық тапсырмалар орындады. Бұл олардың білімін, біліктілік деңгейін, уәждерін, басқару құзыреті мен стилін анықтауға мүмкіндік берді. Бағдарламаны ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл іріктеудің барлық сатыларынан сүрінбей өтіп, жобаға қатысу құқығына ие болған үміткерлердің әрқайсысына жеке даму жоспарын құруға көмектескен. Программа она позволяет раскрыть сильные стороны. Бағдарлама үміткерлердің басқарушылық сипаттағы қабілеттерін ашып, дамытуға мүмкіндік береді. Я ожидаю одну. Вот раз мы говорим... Менің бұдан күтетінім біреу ғана. Кадрлік резерв қалыптастырып жатқандықтан, үміткерлердің әрбірі өзінің корпорацияға қаншалықты пайда тигізе алатынын ұғынуы тиіс. Арнайы даярлықтан өткеннен кейін операциялық резервке техникалық директорлар, цех басшылары, бас инженерлер, участке бастықтары және тағы басқа мамандар енеді. Ал стратегиялық резервке департамент директорлары мен басқарма басшылар қабылданады. Бағдарлама тұжырымдамасы бойынша кадрларды жоғарыда отырған басшылардың орнына отырғызу үшін даярлау көзделмеген. Біз әмбебап стратег мамандарды даярлаймыз. Олардың өз қызметіне жоғары лауазымға қол жеткізу міндетті емес. Олар басқа департаментке, мүлдем басқа бағытқа ауысып кетуі мүмкін. Жоба бойынша Қазақмыстағы стратегиялық лауазымды қызметтің әрқайсысы бойынша компетенциялар үлгісі әзірленеді. Әр компания қызметкерлерінің белгілі бір басшылық қызметті атқаратын адамның білім деңгейі мен тәжірибесі, қандай қабілеттері болу керектігін ұғынуға көмектеседі.